Еуразиялық экономикалық одақ қазақстандық саудагерлерді екіге бөлді. Шекараның ашылуы әрі рубль бағамының құлдырауы кей алыпсатарлар үшін табыс көзіне айналса, Қазақстанда жасалған өнімнің сұранысын арттырамыз дегендерді керісінше шығынға батырып отыр. Бұл саудагерлердің арасындағы түсініспеушілікке әкеп соқты. Сауда арқылы күн көріп жатқан петропавлдықтардың наразылығын өңірдегі тілшіміз тыңдап қайтқан еді. На этом же месте стоят российская продукция, торгуют ни один опорный пункт, ни один участковый. Все проходят мимо, она ему даст на руку, на лапу. И пошли они, она стоит здесь уже, торгует второй месяц, с середины февраля. Бұл қаланың орталық базарының алдында болған жағдай. Кей саудагерлер рубль бағамының құлдырауын пайдаланып, Ресейден тауар әкеліп қала орталығында саудалап тұр. Өнімдерінің көбі Омбы қаласынан әкелінген. Дәл орталық базар сыртында сауда жасайтын олардың тауарлар бағасы отандық өнімдерден төмен. Ал базар ішіндегі саудагерлер болса, бұл әрекет заңсыз әрі алаяқтық дейді. Весь российский товар заглушил наш отечественный товар. Отандық өнімнің бәрі шетте қалды. Қала тұрғындары тек ресейлік өнімді алады. Бағасы арзан. Бұл қашанға дейін жалғасуы мүмкін. Біздің бармаған жеріміз жоқ. Бірақ әлі де ешқандай нәтиже болмай отыр. Қиын болып кетті, далада сатылатқан. Мы Қазақстанның продукциясын сатты, Назарбаев беріп жатыр программа. Анау российский товар сатады. Вечно кір болып тұрады, қолы бәрі қап-қара. А мы стоим здесь, аренду не вытягиваем. Товар өтпейді, на 2 раза у нас уменьшилась торговля. Жол жиегінде еш қысылмастан саудасын қыздырып тұрған сатушыларға жергілікті билікте үн қатпайды. 2 айдан бері оңай жолмен пайда тауып жатқан оларға ескерту айтып келген ешкім болмапты. Бірақ жергілікті атқа мінерлер даладағы заңсыз сауданың қызып жатқанынан хабардар болып шықты. Ескерту мен айыппұл салудан басқа қолдан келер шара жоқ дейді олар. Сотрудниками акимата біз келіп түскен шағымдар бойынша қалалық ішкі істер басқармасына ақпарат жібереміз. Ал олар өз кезегінде ескерту жасап, айыппұл төлетеді. Дегенмен заңсыз саудан тоқтатпайтындар да бар. Тауарлардың арасында күнделікті қолданатын азық-түлікпен қатар киім-кешектер де бар. Жергілікті шенділердің айтуы бойынша бұл саудагерлердің ешқандай рұқсат қағаздары болмаған. Тіпті осы уақыт ішінде рұқсат қағазын сұрап келген ешкім болмапты. Асем Айтулова, Қазыбек Арықбаев, Қазақньюс, Петропавл.